Астраханская общеобразовательная школа номер 2 принимает челлендж у коллег Астраханская общеобразовательная школа номер 1, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан. Учитель казахского языка и литературы Бейбитхан Ермурат. Стихотворение Қалқаман Сарина «Тәуелсіздік». Еркіндігім, қасиеттім, қастердім. Өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арманғып, боданына бұғауландық бас келдім. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш азаттығым, қадіріңде жоғанда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, саған, маған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалынатқан жастығым құрсау болған, темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым ершөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Алла берген ғұмырымда өлшеулі. Этот челлендж передаем коллегам Жалтырской общеобразовательной школы номер 1.